Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздерді Наурыз мерекесімен құттықтай отырып, сіздермен өте дәмді әрі оңай жасалатын Наурыз көженің рецептісімен бөліскім келіп тұр. Наурыз көженің құрамына керекті заттарды төмендегі описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жаққа кіріп қарасаңыздар болады. Бізге керегі жүгерінің осындай ақ және сары түрі, және де бидай осындай тары қажет болады. Енді өз қалауларыңыз бойынша кәдімгі перловканы және де фасоль, неше түрлі осындай дәнді дақылдарды қолдана берсеңіздер болады. Енді дәніміздің үстіне ыстық суымызды құямыз. Кәдімгі қайнап тұрған ыстық суды құйып, бетін жауып қоямыз. 2 сағаттай тұрады. Кішкене біздегі дәндеріміз жібіп әдемі болып тұрады. Келесі осындай сүрленген етімізді немесе сүйегімізді осындай қазанға саламыз. Және де жақсылап сүрленген, кепкен қазымызды саламыз. Сіздер біреу салсаңыздар жеткілікті. Менде енді үйде адам көп болғандықтан 2 қазы салдым. Осылайынан қайнап шыққаннан кейін ең алғашқы осындай көбігін сүзіп аламыз. Жақсылап көбігін сүзіп алғаннан кейін бетін жауып біздегі етімізді 2 сағаттай қайнатамыз. Енді осындай бос ыдысқа 1 дана жұмыртқамызды саламыз. Оның үстінен шамалы тұзымызды сеуіп, 50 граммдай суымызды құйып, ұнымызды салып, кәдімгі қамыр илейміз. Бізде кеспе көжеге қамыр илейміз ғой, дәл сол сияқты. Осылайынан шамалы кішірек келген зуаланы илейміз. Бұл бізде Наурыз көжеге қосылатын кеспе болады. Енді бізде 2 сағаттай уақыт өтті. Осылайынан дәндеріміз бұқтырылып, кішкене жартылай пісіп дайын тұр. Мінекей, енді жақсылап салқын сумен 2-3 мәрте жуып тазалап аламыз. Мінекей, дәндерімізді жақсылап жуып тазалап алдық. Енді қайнап жатқан қазанымызды алып, тағы да біздегі осындай көбіктерін жақсылап сүзіп аламыз. Одан кейін дәндерімізді салып, етпен бірге қайнатсаңыздар болады. Енді сіздерде еттеріңіз шамалы қаттылау болса, осылайынан бірге қайната берсеңіздер болады. Егер еттеріңіз пісіп, уже жұмсақ болса, етті сүзіп алып, дәннің өзін бөлек қайнатсаңыздар да болады. Енді осындай 3-4 дана құртымызды алып, үстіне ыстық сорпамызды құйып, бетін жауып қоямыз. Біздегі құрттарымыз жіпсіп, әдемі болуы керек. Міне біздің қазанымыз 1,5 сағаттай қайнады. Арасында осылайынан ашып, қозғап тұрсаңыздар болады. Міне қарасаңыздар, біздің дәндеріміз өте әдемі, түстері де өте керемет болып тұр. Мінекей, бізде 2,5 сағаттай қайнады. Етіміз толықтай пісті. Енді жақсылап сүзіп аламыз. Қазыларымыз да пісіп дайын тұр. Сүзіп алып, қалған дәндерімізді тағы да 15 минуттай қайнатамыз. Осылайынан бір тексеріп аласыздар. Шамалы қатты болса, тағы жарты сағаттай қайнатсаңыздар болады. Бетін жауып қайнатамыз. Енді біздегі құртымыз жіпсіп әдемі болып тұр. Осылай шанышқының көмегімен жақсылап езіп аламыз. Негізінде бұл құрт қатты міндетті емес, орнына кәдімгі қатық, сондайларды қолдансаңыздар да болады. Бірақ осылай құртты езгенде өте дәмді болады. Енді біздегі піскен еттерімізді видеода көріп тұрғандарыңыздай майдалап турап аламыз. Мінекей, біздегі піскен еттерімізді дәл осылайынан майдалап турап аламыз. Одан кейін піскен қазыларымызды да осылайынан майдалап турап алдын ала дайындап қоямыз. Мінекей, біздің дәндеріміз толықтай пісті. Бір жақсылап араластырып, ең соңында тарымызды саламыз. Тары бізде 10-15 минуттай қайнаса жеткілікті, өйткені ол тез піседі. Егер сорпаларыңыздың суы аз болса, шамалы қайнаған су қоссаңыздар болады. Енді туралып дайындалған етімізді саламыз. Тұзын ең соңынан көресіздер. Біздегі құрт және де айран қосқаннан кейін біздегі сорпамыз кішкене қышқыл болады. Татымына қарай сол кезде тұзын қоссаңыздар болады. Алдын ала тұзын көп қосып,
құртын айранын салған кезде қатты ашты болып кетпес үшін ең соңынан саламыз. Енді біздегі қамырымызды осылай видеодағыдай жайып аламыз. Орташа етіп жайсаңыздар жеткілікті, қатты жұқа етіп жаймаңыздар. Себебі сорпаға салған кезде қамырларымыз тез езіліп кететін болады. Мінекей біздің қамырымыз толықтай жайылып дайын тұр. Енді ортасынан кесіп, видеодағыдай осылайынан бүктеп орап аламыз. Одан кейін тақтайға қойып, орташа етіп тураймыз. Турап болғаннан кейін арасы жабысып қалмас үшін осылай қолымызбен ажыратамыз. Мінекей бізде толықтай барлығын турап дайындап алдым. Енді қайнап жатқан қазанымызға осы кеспемізді салып 5 минуттай бұқтырып пісіріп аламыз. Қатты езіп пісірудің қажеті жоқ. Ол осы ыстық сорпаға салған кезде бір дегеннен пісіп шығады. Енді әркім әрқалай жасайды наурыз көжені. Біреу кеспені салмайды, кейбір кісілер тек қана дәнді дақылдармен жасайды. Бірақ менің кеңесім сіздерге осылай кеспемен жасаған өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Міндетті түрде дәл осы мен көрсеткен рецепт бойынша жасап көріңіздер. Міне бір бұрқ етіп қайнағаннан кейін шанышқымен жақсылап араластырамыз. 5 минуттай қайнағаннан кейін біздегі наурыз көжеміз мінекей дайын болды. Тұзын көресіздер, егер тұзы шамалы кем болса қосып араластырсаңыздар болады. Енді осылай жартысын алып осындай бөлек ыдысқа құйып аламыз. Себебі бұл бөлек ыдысқа біз айранымызды және де құртымызды салып араластырамыз. Бұл бізге ішуге дайын болатын сорпа. Ал қалғанын кейінірек ішсеңіздер де болады. Мінекей тұзымызды және де құртымызды салдық. Жақсылап араластырамыз. Енді кеселерімізге ақырын құямыз. Енді наурыз көженің түрі де түсі де өте әдемі болып шықты. Алдын ала кесіп дайындалған қазыларымыздан осылай 2 данасын салып, қонақтарымызға, үйдегі жақындарымызға ұсына берсеңіздер болады. Енді дәмі керемет болып шығады. Жасалу жолы да өте оңай достар. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Төменге барлық ингредиенттерін жазып қалдырамын. Бағасын беріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.